Құрметті ата-аналар, бүгінгі кездесуіміз 25 қазан республика күніне арналып отыр. Бұл күн біздің еліміздің тәуелсіздігін, егемендігін алған өте маңызды мереке болып есептеледі. Енді осыған орай сіздермен шағын сұхбат жүргізсек дейміз. Ең алдымен мен сіздерге блиц сұрақтар қояйын, соған жауап беріңіздер. Ал 25 қазан қандай мереке? Республика күні. Өте жақсы. Қазақстан Республикасы қашан тәуелсіз мемлекет болып жарияланды? 1991. Өте жақсы. Мемлекеттік рәміздерді атай қойыңызшы. Елтаңба, әнұран, Қазақстан Республикасының президенті қазіргі Қасым-Жомарт Кемелұлы. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Ата-аналар, Қазақстан сіздер үшін қандай ел? Өз ойларыңызды айтыңыздаршы. Қазақстан енді біздің мемлекетіміз өте тәуелсіз ел, кең байтақ жеріміз бар, ата-бабалар бізге сыйға тастаған. Сол елімізде бақытты ғұмыр кешіп жатырмыз. Басымыз аман, аспанымыз көк, бәрі тыныштық. Сондай Алланың берген сыйына мақтанамыз. Осындай жеріміз бар, біз Бақытты еліміз. Балалар, жаңа айтып өткендей, біздің алдымызда елтаңбамыз тұр, туымыз тұр, Қазақстанның енді көлеңкесін тап ойыны. Осы елтаңба, бәйтерегіміз бар, барлығын көлеңкесіне қарай орналастырамыз. Қанекей балалар, бастайық. Осман өте жақсы туды тапты. Сәйкес келіп тұр ма? Елтаңбамыз теріс қарап кеткен екен, енді соны орнына қойып. Ал. Енді неміз қалды? Осман? Өте жақсы Ақылбек, жарайсың.